Қытайдан келген балықтардың кесірінен біздің өзен көлдердегі желбезектілер қырылуда. Биолог ғалымдар осылай деп дабыл қақты. Елімізде балығы тайдай тулап, бақасы қойдай шулап жататын теңіз көлдерде су астындағы тіршілік иелерінің қатары құрып бара жатыр екен. Ал елімізде балық пен теңіз өнімдерінің бағасы 24%-ға қымбаттап кеткен. Толығырақ Санат Нұрбай айтсын. Елімізде асыл тұқымды балықтың түрлері азайып, тіпті құрып бара жатқаны белгілі. Осы мақсатта тұңғыш рет Қазақ агротехникалық университетте балық өсіру ғылыми зерттеу орталығы ашылған. Бұл орталықта балықтың түр-түрі тіпті бекіреден бастап мынандай африкалық жайынға дейін өсіріледі. Жайын жай талғамайтын өте өсімтал балық, сүйегі аз, еті көп. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев әлемде бекіреге сұраныс өте көп екенін айтып, балықтың осы түріне басымдық беру керектігін қатаң тапсырған болатын. Бізде қазір өзімізде бекірелер бар, оны қазір біз өзі өсіріп жатырмыз. Егесен олар өте ұзақ уақытқа дейін піседі. Бекірелер ең орташа есеппен жаңағы 6-10 жаста жаңағы олар тек қана бірінші рет ұлдық береді. Сондықтан ол ұзақ уақытқа дейін келеді. Сонда қазір бізде аналық аталық балықтар бар, олар өсіп жатыр. Сондай-ақ президент жастарды осы іске баулып, жан-жақты қолдау керектігін айтқан. Ғылыми орталық балық шаруашылығымен айналысқысы келетін жас кәсіпкерлерді оқытып отырған жалғыз оқу орны. Қорек қай кезде берілу керек, жылу қалай болу керек, соның барлығы толықтай кем дегенде 36 сағат оқып, семинарда білімін алады. Содан кейін барып сол оқуға білім алған бойынша олар сынақ тапсырады. Соның нәтижесінде олар сертификат алады. Бүгінде Шаянға мейрамханалар мен дәмханалардан сұраныс өте көп. Көп қоректі қажет етпейді, шығыны да аз дейді мамандар. Ең үлкені жарты келіден артық салмақ береді екен. Шаянға соншама шығын жоқ. Бұлар тек қана бұлардың талап тұратын жері өте таза болу керек. Себебі бұл шаяндарды біз негізінен индикаторлар деп атаймыз. Егер судың құрамыны өзгеріп бір ластанса, олар ол жерден көшіп кетуі мүмкін, еле болмаса мүлдем қырылып қалып жойылып кетуі мүмкін. Балық түрлерінің құрып бара жатуына тағы бір себеп. Қазір мына тіпті Қытайдан жыланбас балықтың енуіне байланысты Қапшағайдағы мына недегі Балқаштағы кейбір бұрынғы қарапайым сол жерде кішігірім өсімдікпен қоректенетін қарапайым біздің кейбір балықтарымыздың жойылып кетіп жатырған жағдайлар бар. Себебі ол балық өте жыртқыштығы өте жоғары. Санат Нұрбай, Ерлік Нұрахмет, Еуразия бірінші арнасы.